иә, бірінші дүниежүзілік соғыс. Алдымызда сол күйде сілтеме, ортқа сілтемесі жіберілген. Бірінші топ, екінші топ, іштен таңдап алыңыздар. Бірінші топ, оның ішінде себептері бар бірінші дүниежүзілік соғыстың, және бірінші кезеңі анықталған, иә. Бірінші топ сіздер қайсысын таңдадыңыздар? Бірінші кезеңі. Екінші топ себептер онда. Оқушылар сабақта ары қарай жалғастырмай тұрмай, бірінші топ сіздер жан саян бағалайсыздар. Мұнда Дидара, сен бағалап отырасың, иә, оқушылардың сабақтарын. Енді ары қарай кішкене дайындалып қарап алайық. Бірінші кезең бірінші топта, себептері екінші топта. Кішкене дайындалып алайық та, ал сабаққа кірісейік. Bir оқушыдан сөйлейміз, бір топтан бір оқушы, екінші топтан бір оқушы сөйлейміз. Ал кім сөйлейді? Ал сөйлей, Аржан. Екінші дүниежүзілік соғыс бірінші кезеңі 1939 жылы, қыркүйек 1942 жылғы маусым. Бұл кезеңнің ерекшеліктері басқыншылықпен, нақты басымдылықпен көрініп тұрса да, соғыстың әрекеттері ауқымының тез ұзайтуы соғысушы қарсылықтарымен нақты құрамын анықтау жатады. Жақсы, рахмет Аружан. Сонда бірінші дүниежүзілік соғыстың, екінші дүниежүзілік соғыстың бірінші кезең қай уақытта болғаншылар? 1939 жылы мен 1942 жылдар аралығы. Жақсы, рахмет, отыралық. Келесі екінші топтан, Айшагүл. Себептері соғыс Вашингтон халықаралық қатынастар жүйесінде кемшіліктерді бастау алды. Соғысты бастаған коалицияның негізін фашистік одақтас елдер Германия, Италия және Жапония құрды. Олар әлемдік саяси, экономикалық және геосаяси кеңістік толығымен қайта өзгертіп, жаңа әлемдік тәртіп орнатуды мақсат етті. Германия Версаль жүйесіне өзгеріс енгізуге және орталық әрі шығыс Еуропада өз ықпалын орнатуға тырысты. Италия Балқан мен солтүстік шығыс Африкаға әскери саяси билігін қалыптастырып, экономикалық ықпалын арттыруды көздеді. Жапония Тынық мұхит аймағы мен қиыр шығысты иеленбек болды. Алдарына осындай біріккен геосаяси мақсат қойған. Германия, Италия және Жапония шекаралары шегін өзгерту мен әлемге өздерінің билігін орнату үшін Версаль Вашингтон жүйесіне өзгеріс енгізбек болды. Жақсы, рахмет Айшагүл. Топ басшылары бағалап отырмыз, иә? Енді оқушылар, біздер сол бірінші дүниежүзілік соғысты екінші кезеңмен бөлімдерімен танысатын боламыз. Бұнда біздің бүгінгі тақырыбымыз дәптерімізді ашып, күнін жазып, тақырып қойсаңыз. Буржуазиялық революциялар индустриалды қоғамның құрылуының катализаторы. Жазайық. Бұндағы біздің мақсатымыз, сабақтың мақсаты аграрлық қоғамның индустриалды қоғамға өту заңдылықтарын тұжырымдау. Революциялардың жағымды және жағымсыз салдарын бағалайтын боламыз. Енді сабағымызды бастамас бұрын сіздерге қазір бейнеролик жіберейін. Ағылшын революциясы жай ғана революция емес, буржуазиялық революция. Неліктен буржуазиялық деген сөздің қосылып айтылуы маңызды болып табылатындығына жауап берейік. Сонымен қарсы екі топтың бір жағында феодалдар, яғни ақсүйектер,
17 ғасырда қаланды. Табыстың кілті буржуазиялық революцияның жеңіске жетуінде. Ескі феодалдық дәстүрлерден құтылған Англия өнеркәсіптік төңкеріс жолына түсті. Завод фабрикалардың пайда болуы пролетариат, яғни жұмысшылар тобының пайда болуына алып келді. Ал тауар өткізу үшін жаңа нарықтарды іздеу Англияны колониалды империяға айналдырды. Достар, ал сіздер қалай ойлайсыздар? Біздің еліміз Қазақстанның осындай күшті дамыған елге айналу үшін не қажет? Жауапты комментке жазыңыздар. Дәріс оқушылар, бейнеролик тамашаладық, енді ары қарай қазір екі топқа тапсырма беріледі. Жалған немесе ақиқат. Бірінші тапсырма бойынша. Алдымызға қазір беремін. Болса жауаптан қарайық. Жауаптары. Бірінші, машиналық өндіріс бар. Ақиқат. Өндірушілер еркіндігінің шектелуі. Жалған. Жер иеленудің феодалдық формасы. Жалған. Ерікті саудасы бар. Ақиқат. Капиталы бар. Соңғысы. Жалпы нарығы бар. Ақиқат. Бірдемен айтыңыз бе? Иә. Топ басшылары бағалап отырамыз. Келесі енді оқушылар сіздерге келесі тапсырма. Топ басшылар. Топтарға. Алдамызда. Екінші тапсырма бойынша. Екінші тапсырма. Бірінші топ буржуазиялық революциялардың жағымды салдарын жазасыз. Екінші топ жағымсыз салдарын жазасыз, иә? Бірінші топ буржуазиялық. Бірінші несін жазасыз сіздер. Буржуазиялық революциялардың жағымды салдары, сіздер жағымсыз салдарын жазасыздар. Біріншісін сіздер Marx'ın
арасындағы теңсіздік тереңдей түсті. Жақсы, оқушылар, рахмет, иә? Бір-бірімізді бағалап қоямыз. Өте керемет.